Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 57-ші сабақ отбасы мүшелерінің мамандықтары және қос сөздер. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыруға және оларда жауап беруге жаттығамыз. Қос сөздердің жасалу жолдары мен емлесін үйренетін боламыз. 47-ші жаттығу: берілген мәтінді оқы, оның түрін анықта және ойыңды дәлелде дейді. 26 желтоқсан бүгін Айша апай ата-анамыздан сұхбат алып келуді тапсырды. Қоятын сұрақтарымызды анықтап алдық. Бұл мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Мамандықты ұнатасыз ба? Балаңыздың қай мамандық иесі болғанын қалар едіңіз? Сұхбат алуды әкемнен бастадым. Бірінші, екінші сұрақтарды жап-жақсы қойғаныммен, үшіншісінде қиналдым. Қайта-қайта жаттап, сұхбатты толық аламын дегенше ұйқыға жататын уақытта болды. Анамнан сұхбат ала алмадым. Анам ауруханада жатыр деп айта салмақшы болдым дейді. Қарамен жазылған ата-ана жап-жақсы қайта-қайта сөздердің емлесін есіңе сақта, олардың жасалу жолдарын салыстыр дейді. Балалар, бұл әңгімелеу мәтіні, Енді тапсырмаларды орындаймыз. Оқушы күнделігіндегі жағдаятқа сәйкес шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр дейді. Осы сұрақтарды парталасыңа қой, оның қойған сұрақтарына жауап бер дейді. Міне балалар, біз мынада 2 сұрақ дайындадық. Қалай ойлайсың? Оқушы Айша апайдың тапсырмасын дұрыс орындады ма? Және оған жауап бердік. Және келесі: сенің ойыңша оқушы неліктен анасынан сұхбат ала алмады деп жаздық. Және оғанда сұрақтың жауабын жазып қойдық. Оқушының шешімі дұрыс па? Неге олай ойлайсың дейді. Оқушының анасының ауруханада жатыр деп айтпақшы болғаны дұрыс емес. Ол бірінші сұхбатқа ұзақ дайындалғандықтан үлгере алмағанын мойындау керек еді. Себебі мұғалім ол үшін сөгіс бермейді, керісінше түсіністікпен қарар деп ойлаймын дейміз деп жаздық. Немесе балалар, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды қоссаңыздар болады. Келесі 48-ші жаттығу: төмендегі сөздерді кестеге орналастыр дейді. Міне балалар, кесте бойынша біз қайталану арқылы жасалған, қосарлану арқылы жасалған және күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздерді реттеп қойып шықтық. Және келесі тапсырма бойынша осы сөздерден 4-5 сөйлем құрап жазыңдар дейді. Міне балалар, біз осындай сөйлемдер құрастырдық. Осыны жазып алсаңыздар болады, немесе өздеріңіз ойдан басқа сөйлемдер құрастыруға болады. Келесі 49-ші жаттығу: қос сөздерді бір паровозға көптік, тәуелдік жалғаулары бар вагондарды тіркеп көр дейді. Қос сөздердің бәріне көптік, тәуелдік жалғаулары жалғана ма, дәлелде дейді. Міне қараңыздар балалар, бізде әке-шеше сөзіне ғана көптік, тәуелдік жалғау жалғанады екен. Яғни оның тәуелденуі: менің әке-шешем, сенің әке-шешең, сіздің әке-шешеңіз және оның әке-шешесі. Және көптік жалғауы ол әке-шешелер болады. Ал енді сарт, сұрт, әп-әдемі деген сөздерге біз көптік және тәуелдік жалғауын жалғай алмаймыз. Келесі 50-ші жаттығу: диалогке тән тыныс белгілерін қой дейді. Міне балалар, біз диалогке тән тыныс белгілері, яғни әрбір сөйлеушінің алдынан сызықша қойып шықтық және диалогты жазып шықтық толығымен. Әли, сен білесің бе, менің ағам Түркияға ұшпақшы. Онда сенің әжең тоқым қағар жасайды екен ғой. Ол не? Мен түсінбедім. Жас жігіт алғаш рет жолға шыққанда жасалатын бас қосу. Онда ел жиналып, ойын сауық, өлең жыр айтылады. Егер ағам маған сыйлыққа келсе, ең жақсысын саған беремін. Сен менің нағыз досымсың ғой. Алыс сапарға шыққан адамдар туыстарына, балаларға ірілі-ұсақты сыйлықтар әкеледі. Оны базарлық деп атайды. Бұл жақсы көрудің, сыйластықтың белгісі дейді. Енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Күрделі сөздерді тауып, түрлеріне ажыратыңдар дейді. Бұл жерде 2 сөздің қосарлануынан жасалған қос сөздер бар. Яғни осы күрделі сөздер бізде, олар ойын сауық, өлең жыр және ірілі-ұсақты деген сөздер. Тоқым қағар, базарлық сөздер айтылған сөйлемдерді теріп жаз дейді. Міне балалар, біздер тоқым қағар сөзі кездесетін сөйлемді және базарлық сөзі кездесетін сөйлемді жазып қойдық.
Келесі тапсырма 51 жаттығу диалогтың мазмұны бойынша 2 сұрақ құрап порталасының сұрақтарына жауап бер дейді. Диалог мазмұны бойынша міне балалар біз 2 сұрақ құрастырдық және оның жауабын жазып қойдық. Сіздер осы сұрақты немесе диалог бойынша басқа да сұрақ құрастырсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.